Жаңа оқу жылына қызу дайындық басталды. Қарағандылық ата-ана бір баласына қанша қаражат жұмсайды екен? Бірге білейік. Сауалнамаға қатысқан ата-аналардың басым бөлігі мектеп жабдықтарының бірнеше есеге қымбаттап кеткенін айтты. Біреу бұған пандемия себеп болып десе, енді бірі Ресей мен Украина арасындағы геосаяси ахуалдың салдары екеніне сенімді. Ал саудагерлер кеңсе тауарларының басым бөлігі Ресейден келеді дейді. Сәлеметсіз бе? Мектепке дайындықты бастадыңыздар ма? Балаларға форма бастаған жоқпыз. Мен 2 балам барады мектепке. Енді үлкен ұлым бойы ұзын болғанда, бірақ 9-шы класс, бірақ костюмның өзі 70-80 мыңға барады. Сол үшін где-то 300-400 мыңға. Ол үшін бірінші зарплата тасы керек. Мектеп жасында балаларыңыз бар ма? Бар. Мектепке дайындықты бастадыңыздар ма? Қанша ақша жұмсайын деп отырсыздар бір балаға? Білмеймін, жасап отырған еді. Қанша бердіңіз енді әйеліңізге? Білмеймін. Көп кетеді, міне жаңа ғана біздің форма деген неге барып келдік. Мектептің формаларын сататын жерде. Сонда бір жилеттің өзі 6000 теңге. Мұнда 2 балаға енді есептей беріңіз. Әлі мен алған жоқ. 70-80 мың кетеді бір балаға киіндіруге. Жаңа бір шалбарының өзі 6,5. Үлкен балаларға алсаңыз 7,5 мың көлемі. Тек қана шалбары. Теннискаларының өзі жаңа көріп кеттік 7 мыңның көлемі. Сөмкесін алған жоқпыз, енді былтырғысын ұстайды деп отырмыз. Мектепке баратын 2 бала. Қалғандар садикке баратын кішірекке 4 балам бар. Біразға шығып тұр енді. Мынаның өзіне 100 мың кетті. Мектеп формасын алдыңыздар ма? Иә. Қанша екен? 20 мың алды. Қанша балаңыз барсың? 5. 4-еуі мектепте. Сонда почти 400 теңге сізге общий бір отбасыға кетеді. Иә, дәптердің өзіне 30-40 мың кетті. Сөмке нешеден алдыңыздар? 10 мыңнан. Мыналар ше, аналар 4-еу. 4 мың қалды. Бағалармен өсіп не ма? 2 есеге көбейген. 20 мыңдай Жете ма? формасына. Мен біраз алып қойғанбыз ғой. Қанша кетеді деп ойлайсыздар бір балаға? 60 мыңдай? Жетеді деп ойлайсыздар ма? Бәрі қымбаттап жатыр екен. Одан жетпей алады ше соғылсын. Иә, российский товардың бәрі қымбат қазір. Российский товардың бәрі 80% қосып кеткен. Қытайың да, Россияның да доллар қымбат қой қазір. Доллар қымбат болғаннан кейін қымбат келеді. Сонда былтырғы жылмен салыстырғанда 80% өскен бе? Бәрі 80% өскен. Бүкіл зат 80% өскен. Былтыр біз 19-18-ден алатынбыз. Бұл жолы қанша 38-ден алдық, иә? 40 теңгеден сатамыз. 2 теңге қосамыз. Даже біз бесплатно да береміз. Өйткені мына затын түзету үшін. Шалбар, белдемше, жилетка, пиджак, жейдеден тұратын толыққанды мектеп формасы шамамен 30 мың теңге. Оған туфлиді, спорттық киім мен кроссовканы қосыңыз. Олардың әрқайсысына кем дегенде 10 мыңнан жұмсайсыз. Орта есеппен бір балаға кеңсе тауарларына шамамен 20 мың, 5-6 кітап көтеретін күші бар сапалы қалың сөмкеге 10 мың бересіз. Бас аяғы бір баланы жабдықтау үшін 100 мың теңге кетеді. Қарағанды облысының білім басқармасы өкілі биыл бірыңғай форма қарастырылмаған бірақ белгілі бір түстің бекітілгенін атап өтті. Биыл осы жаңа оқу жылында 2022-2023 оқу жылында мектеп формасы бірыңғай болады деген ол қате түсінік. Себебі бұрынғыдай балалар жаңағы өз мектептерінде қамқорлық кеңестеріне бекітілген өздерінің мектеп формасын сақтайды. Және де ол қатаң түрде бақыланатын болады. Шілде айында жасаған мониторингке сәйкес оқушыларымыздың 90% қою көк түсті мектеп формасын киеді деген тұжырымдама жасадық. Сондай-ақ көп балалы толыққанды емес, әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға мемлекет тарапынан жеңілдік көрсетіледі. Аталған топ 5 санаттан тұрады. Атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылар тізім басында. Қалған 3 топқа жататын оқушылардың ата-аналары жаңағы тиісті құжаттарын мектепке әкеліп тапсырып, сонымен қатар әлеуметтік педагогтар жаңағы топқа ия болмаса қандай көмек көрсетілетінін барлығын мектептен түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, және жаңағы көмектер көрсетіледі.